Көп ұйықтаудың зиянды тұстары. Бос уақытымыз болса, ұйқымызды қандырып алғанды бәріміз де жақсы көреміз. Алайда, оның біздің денсаулығымызға зиянды екенін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Ұзақ ұйықтау әртүрлі ауруға әкеп соқтырып, иммунитетімізді әлсіретеді. Тіпті келесіде ауруларға душар болуымыз да мүмкін. Бірінші, депрессияға ұшырау. Өткен жылы ғалымдар осы тұрғыда тәжірибе жүргізді. Сараптама барысында 7-9 сағат ұйықтайтын адамдар 27% депрессияға ұшыраса, 9 сағат немесе одан да көп ұйықтайтын адамдар 49%-ке дейін депрессияға ұшырайтыны анықталды. Сондықтан, ұйқы депрессиямен тікелей байланысты екенін естен шығармайық. Екінші, мидың жұмыс істеуі нашарлайды. Тексеру кезінде тәулігіне 10 сағаттан артық ұйықтайтын адамдардың миларының жұмыс істеуі нашарлайтыны белгілі болды. Ұзақ ұйқы есте сақтау қабілетіне де кері әсерін тигізеді. Үшінші, жүкті болудан да үмітіңіз үзілуі мүмкін. Мұны анықтаған бір топ кәріс ойшылар. Олар 600-ден астам әйелге зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 9 сағаттан көп ұйықтаған әйелдердің бала көтеруі қиынға сағатын айтты. Алайда оның анық-қанығы әлі қаралып жатыр. Төртінші, артық салмақ қосасыз. 9-10 сағат төсекте тұрмастан жататын адамдардың семіруі өте тез. Мұндайлардың саны жыл сайын өсіп келеді. Таңертең ерте тұрып, жаттығу жасап, уақытымен тамақтанбағандықтан осындай күйге душар болады. Бесінші, диабетке шалдығуыңыз мүмкін. Осы салада 15 жылда еңбек етіп жүрген америкалық зерттеушілер күніне 8 сағаттан көп ұйықтайтын жандар 50% диабетке шалдығуы әбден мүмкін деген ой қорытып отыр. Алтыншы, жүрек қан тамырларының ауруына шалдығасыз. Тәжірибе барысында 8 сағат ұйықтағандарға қарағанда 9-11 сағат жастықтан басын алмай жата беретін жандар жүрек қан тамырларының ауруларына көптеп шалдығатыны анықталды. Және ол 38%-ке өскен. Жетінші, өмірден ерте өтуіңіз де ғажап емес. 7-8 сағат ұйықтайтын адамдардың өмірі 8 сағаттан көп ұйықтайтын адамдарға қарағанда 15%-ге ұзақ екендігін зерттеушілер тілге тиек етеді. Ұзақ ұйықтау сіздің денсаулығыңызға зиян. Тәулігіне 7 сағат ұйықтасаңыз жеткілікті. Сонымен қатар, түнгі ұйқыңыз маңыздылығын ұмытпағайсыз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі.